Баршаңызға сәлем. Қазір хит болып жатқан төрт бұрышты чебурек түрін дайындаймыз. Ең алдымен електен ұнды өткізіп дайындап аламыз. Стаканға құйылған ыстық судың үстіне тұзымызды салып, араластырып, тұзды ерітіп, оның үстіне құямыз. Оның үстіне сұйық майды құямыз. Сосын қасықпен араластырып аламыз, себебі қол күйіп қалмас үшін. Сосын қолмен жұмсақ қамыр илесеңіз болады. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Бұл қамырды 20 минутқа демалдырып қойып қоямыз. Бетін жауып қоямыз, болмаса салфанға салып, осылай демалдырып қоямыз. Бұл уақыт аралығында салмасын дайындаймыз. Салмасына мен фаршқа бір үлкен пияз қолдандым, болмаса 2 орташа пияз қолдансаңыз болады. Пиязды осылай турап, блендерге салып, әбден ұсақтап алдым. Өте ұсақ келгенше ұсақтап алдым. Егер сізде блендер болмаса, өте ұсақ қылып турағаныңыз жөн болады. Пиязды блендермен әбден ұсақтап алған соң фарштың үстіне саламыз. Сосын дәміне қарай тұз, бұрыш қосасыз, және де 30 мг су қосып, әбден араластырамыз. Дәл видеодағыдай араластырамыз әбден. Сонымен біздің начинкамыз дайын. Енді қамырымызды алып, кәдімгідей қамыр жайған сияқты теп-тегіс қып жаямыз. Пельменнің қамырын жайғандағыдай жаясыздар, және де дәл сол кейіп сияқты кесесіздер. Мынау менің қолымдай размерде осындай үлкен көлемде кесіп аласыздар да, осыншама фарш салып, оны ішіне осылай жаясыздар. Көп фарш салмайсыз, себебі піспей қалуы мүмкін. Осылай дәл видеодағыдай бүктеп формаға келтіреміз. Және де бекіткен жерлерді қатты қысып жабыстырасыз, арасынан суы шығып кетпеуі қажет. Қызып тұрған майға салып пісіреміз. Дәл осы беттерінен қоясыз, сосын дәл видеодағыдай қасықпен үстіне қайта-қайта май құйып тұрасыз, сонда сіздің чебуректарыңыз көтерілетін болады. Қайта-қайта құямыз. Дәл видеодағыдай. Осымен келесі бетін аударып, қызартып пісіріп аласыздар. Чебуректарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз.